Мен Көктабанова Ғазиза Жалмұқанның қызымын. Ақтөбе облысы Алға районы Бесқоспа ауылында тұрамын. Менің балам Қосыбаев Елхат Аманжолұлы. Ол 1990 жылғы ауылда семьясы бар, инвалид қызы бар, сахарный диабетпен ауыратын келіншегі бар, соны бағып отқан бір кәрмес еді өзі де. Бағып отырған адам, енді оның ешқандай террористікке жатпайды менің балам. Ол 6 январь күні барады, ол кеш түс қайта барады. Бір сөйлеген үшін менің баламды террорист деп апарып жауып тастап отыр. 7 жылдан 12 жылға дейін деп мойнына іліп отыр. Мен сіздерден халық сұрайым жәрдемді. Жәрдем беріңдерші деп. Менің балам жазып кетейін деп отыр. Соны сұрайым сіздерден. Мұндай қызы бар, жүре алмайтын. Сіздерден жәрдем сұрап тұрмын. Жәрдем беріңдерші.